Математика пәні тақырыбы жиындардың қиылысуы. 56-шы сабақ. Бұл менің достарым. Жібек, Арман, Иван, Олеся, Зухра. Бұл балаларды екі жиынға бөлуге болады. Кеудеше киген балаларды бір бөлек шеңберге, музыкалық аспаппен тұрған балаларды бөлек шеңберге. Орналастырайық. Кеудеше киген Зухра, Олеся. Ал музыкалық аспаппен ол Иван. Енді музыкалық аспаппен де және кеудеше киген екі бала бар. Ол Арман және Жібек. Оқушылар, байқап тұрғандарыңдай, ортадағы қиылысуға екі оқушы кірді. Яғни бұл жиынның ортақ бөлігі деп аталады. Жібек пен Арман жиынның ортақ бөлігінде тұр. Өйткені олар кеудеше киген және музыкалық аспап ұстаған. Бұл жиынның қиылысуы деп аталады. Қиылысу белгісіне назар аудар. Есіңе сақта. Желтоқсанның 15-і 3-ші есеп 55-ші бет. Карточкадағы сандарға қара. Сандар жиынын құрастырып көр. Карточкадағы сандарға қарап, А жиынына 2 таңбалы сандарды жазасың, Ә жиынына 1 таңбалы сандарды жазасың, Б жиынына 50-ден артық сандарды жазасың, В жиынына толық жүздіктерді жазасың. Осылай сызуды ұмытпа. 5-ші есеп. Өрнектерді салыстыр.